Армысыздар, құрметті достар. Бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Бүгінгі тақырып сіздің нақты опыңыз қандай? Көп отбасы банктің салымшылары шатасып жатады. Яғни бір уақыт өте келе, бір мерзім өте келе, яғни олар отбасы банкіне келіп, менің опым 16-дан асып кетті, менің 3 жылдық жинақ мерзімім бар, қазір бірден 50% сала саламын да, бітті, без подтверждения дохода заем рәсімдеймін деп жатады. Бұл енді жаңсақ пікір, алдамшы сезім десек те болады. Яғни ол кісілерге білмеймін енді, білместіктен ба, жоқ әлде кезінде дұрыс түсіндірмегендіктен ба, ол кісілер дұрыс ақша жинамай, уақыттарын зая кетіріп жатады. Құрметті достар, яғни дәл менің YouTube каналымда опы деген не? Опы неден құралады? Бірден көп ақша салса, опы қанша уақытта өседі деген үлкен ақпаратты видео бар. Ол видеоны, ондай видеоны сіз ешқай жерден таппайсыз. Сондықтан сол видеоны міндетті түрде көріңіздер. Және отбасы банкіне доход көрсетпей заем рәсімдеу үшін не істеу керек, ол толыққан түгел айтылған. Бүгінгі тақырып сіздің нақты қазіргі таңдағы опыңызды қалай есептеп шығарамыз, сонымен айналысатын боламыз. Сонымен тақтаға назар аударыңыздар. Қараңыздар. Негізгі тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне, яғни қазіргі таңдағы отбасы банкінде шарттық сома деген термин бар, ұғым. Яғни договорная сумма деген. Ол дегеніміз қарапайым тілмен алатын үйдің бағасы. Сіз болашақта қанша миллионға үй алам дедіңіз? 20 миллионға ма, 30 миллионға ма? Вот соны жазуыңыз керек. Екінші мынандай термин бар, ай сайынғы салым дейді. Яғни сіз отбасы банк кеңесшісіне, менеджеріне келген кезде сізден сұрайды, ай сайын қанша суммадан салып отырасыз дейді. Сіз сұрайсыз, минимально қанша сумма салу керек деп. Олар айтады, минимально 7500 теңгеден, немесе минимально 500 теңгеден салуға болады деген сияқты. Минимальный суммасын айтады. Бірақ сіз өзіңіз мынаны ойлап қараңыз. Минимальный 7500 теңгемен сіз алысқа шаппайсыз. Яғни сіз қашан үй аласыз? Я түсінемін, үнемдеу керек, теңге тиыннан құралады, бірақ көптен салған өзіңізге тиімді. Яғни жаңағы басында айтып өткен видеоны көрсеңіздер, опы деген не деген? Сол жерде ақша жинау жүйесі деген бар. Қалай ақша жинау керек? Ай сайын қаншадан салу керек? Уақытыңызды зия кетірмес үшін. Соны міндетті түрде көріңіз. Көріңіздер да? Яғни ай сайынғы салым, ол сіз болашақта алам деген пәтерді ақша жинайсың. Яғни жинайтын ақша. Қарапайым тілмен жинайтын ақша. Ары қаратай, опы деген ұғым бар. Оценочный показатель. Бәрі опы деп кеткен. Яғни ол бағалау көрсеткіші. Бағалау көрсеткіші ол банкке керек формула. Яғни ол сіз болашақта қандай пайызбен заем рәсімдейсіз, соны анықтайтын құрал болып табылады, достар. Сіздер негізгі көңілдеріңізді бағалау көрсеткішіне емес, вознаграждениеге назар аударуларыңыз керек. Яғни 2% вознаграждение банктен жылына түседі. Ай сайынғы капитализацияны, яғни 2%-ды 12-ге бөлсеңіздер, ай сайын қандай да бір сумма сіздің депозиттегі шотыңызға түсіп жатыр. Вот соған мән беру керек. Ал ол ұлғайту үшін сол вознаграждение, сіз ай сайын көбірек ақша салуыңыз керек. Міне көрдіңіз бе, сол вознаграждение опының өсуіне ықпал жасайды. Сонымен достар, қараңыздар, мысалы, отбасы банкінің салымшылар келеді, менің опым 20, опым 30, опым 48, 3 жыл жинақ мерзімім бар. Мен қазір 50% сала саламда, бірден 3,5 мен 5% аралығында заем рәсімдеймін дейді. Бұл деген, достар, шын айтайын, қате. Дұрыс емес. Енді қазір таңда сіздің опыңыз қандай, соны анықтайтын негізгі формуланы сіздерге көрсетейін. Міндетті түрде жазып алыңыздар. Формула, достар, вознаграждение, яғни сіз жаңа жеке кабинетіңізге кірсеңіз, сізде вознаграждение деп тұрады. Немесе сыйақы, мемлекеттік сыйақыны қоспайсыз, именно банктен түсетін вознаграждениені шарттық сомаға бөлесіз, яғни договорная сумма. Болашақта, яғни қандай миллионға үй алам дейсіз, соған бөлесіз да, 1000-ға көбейтесіз да, өзіңіздің опыңызды анықтап аласыз. Енді қарапайым мысал ретінде сіздермен бірге жазып түсіндірейік. Мысалы, клиент сіздің депозитіңіз бар делік. Опыңыз 20 болып тұр. Опыңыз 20 болды. Вознаграждениеңіз 100 мың дейік. 100 мың дейік. Енді шарттық сома маңызды емес. Қандай шарттық сомаға астыңыз, ол маңызды емес. Яғни мына опының өсуіне мына шарттық сома ешқандай рөл атқармайды, достар. Енді қараңыздар. Сіз 10 миллионға үй алам дедіңіз. Мына жерге жазып қояйық, міне. 10 миллионға пәтер алам дедіңіз. Енді дәл мына формуламен есептейік. Вознаграждениеңіз, яғни мынау, вознаграждениеңіз 100 мың, Яғни 100 мың, міне, 100 мың. Оны бөлеміз, алам деген пәтердің бағасына, яғни 10 миллион. Одан шыққан санды 1000-ға көбейтеміз. 1000-ға көбейтеміз, міне, көрдіңіздер да? Сонда бұл кісінің опысы 10 болады.
яғни сіздің жеке кабинетте 20 деп көрсетуі мүмкін, ол шарттық сомаға байланысты. Яғни сіз шарттық соманы минимально ашқандықтан сол шарттық сомаға мына опы тәуелді болып ұлғайып көрсетілген, көрдіңіздер да? Егер сол шарттық соманы 10 миллионға ауыстыратын болсаңыз, ол кісінің опысы бірден 10-ға түсіп кетеді. Міне көрдіңіздер да? Сондықтан мына опыға қатты мән берудің қажеті жоқ. Ең негізгі назар аударатыныңыз сіздің мына вознаграждение. Достар, көрдіңіздер да? Көп азаматтардан мен бұлай естіп атам еще. Анау бір тренингке қатыстым, бір марафонға қатыстым. Сол жерде мына шарттық соманы өзгертіңдер, ұлғайтыңдар деп айтты деп атады. Бұның ешқандай қатысы жоқ опының ұлғаюына, өсуіне. Опының өсуіне сіздің ай сайынғы салым. Ай сайын қаншадан саласыз, соған байланысты. Дәл менің YouTube каналымда ақша жинау схемасы, ақша жинау таблицасы бар. Соны да қараңыздар. Опы деген видео бар, оны да қараңыздар, достар. Міне, көрдіңіздер. Бүгінгі тақырып осы. Нақты сіздің опыңыз қандай? Өзіңіз есептеңіздер. Дәл астына менің осы YouTube-ке комментарий жазып кетіңіздер, түсінбей жатсаңыздар. Менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар, достар. Сау, саламат.